Заңды бұрмалады, жауапкершіліктен жалтармақ болды. Сайрам ауданының әкімі Мадияр Оразалиев жауапкершіліктен құтылып кете бере ме деген наразылық уәждермен қала тұрғыны редакциямызға жүгінді. Так, Шымкент қаласы, Сити Молл мен Эмирейтстің ортасы. Бүгін 12:54, 11 январ. X тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынатын белгі. Түсіріп жатыр екен. 018 заң шарасын көріп сұрағанбыз. Воскресенье 12:33. Машина номер шешіп 535 басқарып берген Оразалиев Мадияр Түркістан облысы Сайрам ауданының әкімі атысына қойып қойған. Бірақ қазір білмеймін, тойға келеді да, бірақ кроссовкиде, трикода жүрген, энергетик жүрген бір брачкелеріне хаттама толтыртқызып отыр. По-моему, лидинг-ау, енді қазір көреміз. Мынағанда бір қара бір шигол бала келіп алғанда, соған толтырады, толтырмайды. Аққарасын қараймыз. Мүмкін әкімшілік жауапкершілікті жалтару үшін неше түрлі қитұрқы әрекеттерге баруы мүмкін. Нақты жасаған адам жауапқа тартылмақ. Бір шигол брачкелерін шақыртқан шығар, кроссовкида жүрген. Бейне жазбада Сайрам ауданының әкімі өзінің жеке көлігімен Шымкент қаласында жол жүрісі қағидалардың бір емес, бірнеше баптарын бұзса да хаттама әкімшілік құқық бұзушылық жасамаған үшінші тұлғаға толтырылған айтылған. Кейіннен белгілі болғандай, Шымкент қалалық әкімшілік полиция басқармасы арадан бірнеше апта өткен соң құқық бұзушының Сайрам ауданының әкімі Мадияр Оразалиев екенін анықтап, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтырған. Осы 2 апта бұрын полиция, қалалық полициядан звондады, айыппұл сізге салмасақ болмайды. Айналайын, если сол принципиальный болатын болса, сіздердің басшыларыңыз ба, кім бастықтарыңыз ба, принципиальный болса, пожалуйста, кел сал дедім, салып бердім, мен көрсетейін ба. Енді жығылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ қой. Тыңдасайсың мені, сіз маған сұрақ қойғаннан кейін, сіз маған сұрақ қойғаннан кейін маған жауап беруге мүмкіндік берсеңізші енді. Қоймай, сіз ғана сөйлеп отырсыз ғой бағана бері. Білмеймін ғой, неге ол принципиальный сол болғаны? Жоқ, неге бұрмаланды деп отырмын да, сонда бір... Бұрмаланды болғаны мен сізге түсіндіріп айтып жатырмын. Келіншегім звондап көлік керек болғаннан кейін інім айттым, келді алып кетті. Інім келгеннен кейін сыртта көлік тұрды. Оған штраф ұрды. Ұра сал, хорошо дедім. Одан кейін қоймағаннан кейін кеше маған ұрды. 10.800, 10.800 кіреді штраф. Ол ананың несі айыппұлы қалай былай? Жойылды ма? Қалай болды? Жойылған жоқ. О да тұр, менікі де тұр. Ол да төледі, сіз де төледіңіз ба? Бір нарушение бойынша 2 айыппұл салынбайды, оны өзіңіз білесіз. 4 рет төледік. Қорытындылай келе нөлдік төзімділік танытқан Шымкент полицейлерінің өз міндеттерін абыроймен мүлтіксіз атқарған ерліктері қандай деңгейдегі лауазымды тұлға болса да, мейлі ол әкім болсын, басшы болсын, мейлі ол үлкен дөкей болса да, заң алдында ханда қарада бір екенін көрсетті. Ал ағасының әудеуімен хаттама арқалаған жас буынның бұл әрекетіне енді құзырлы органдар заңды баға береді деп сенім білдіруде.